Option барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз дейтін Майнкрафттан қала салуды жалғастыратын боламыз. Достар, бүгін біз дейтін так достар, мен бүгін дейтін дом соғатын боламын. Достар, шағын үй соғатын боламын. Так достар, мен дейтін алдын бір ретте осы видеоны алдыңғы видеода осы постройканы салған болатынмын. Достар, осы постройканы салғаннан бері ештеңе салмадым, әлі ештеңе жасаған жоқпын. Достар, сосын айта кететін жайт, осы постройканы салдым достар, осындай башня салдым достар. Так осыны салғаннан басқа түк істемедім достар. Достар, осындай башня соқтым. Қалай достар, сіздерге керемет қой достар, мынау дейтін достар. Так осындай башня соқтым. Ал бүгін біз дейтін достар үй соғатын боламыз. Достар, тағы үй соғатын боламыз. 3 қабатты үй соғатын боламыз. 3 қабатты үй соғып, соны безендіріп, общем, соны жасайтын боламыз. Кішкентай үй соғатын боламыз, әрине достар. Так достар, осылай соғамыз, в общем, қазір. Так, осылай.
В общем, барлықтарыңа бүгін осы үйді соқтық достар. Мінекей достар, осындай кішігірім үй достар. Мінекей достар, кішкентай үй. Осындай кішігірім пәтер достар. Осындай квартира достар, мынау дейтін. Ойып қалмаңыздар, бұл хай-тек үй шығар деп, бірақ достар реально квартира бұл дейтін. Сондай квартира нелерді, в общем, сондай осындай қоңыр серый светтермен соғатын боламын достар. Ал мынау достар мұнаралар достар, жанынан в общем сән беріп тұрушы нәрсені солай соға салдым достар. Мінекей достар. Так достар, мінекей 3 этажды осындай ғимарат соқтық біздігін бүгін. Так енді достар, бүгін видеомен қоштасатындай сәтке келіп қалды достар. Енді так достар, енді осы үй дейтін бірден нешеге дейін бағалайсыздар достар. Мен жалпы өзім баға беретін болсам достар, бірден 10-ға дейін баға беретін болсам, мен 10-нан 5 деген баға берем. Себебі 10-нан 5 деген баға беруінің себебі достар, бұл жай ғана 3 этажы үй, бірақ бөлмелі, және бұлай кірген кезде достар сығылысып кіресіздер достар. Мінекей осылай лак бола береді, в общем сығылысып сөйтіп барып кіретін боласыздар мына үйге достар. Я достар, осылай сығылып өмір сүретін боласыздар. Сол үшін бұл жерде влажение көп достар. Анау айтқандай артықшылығы бар үй деп айтылмаймын. Мейлі сыртқы дизайн нормальный шығар достар. Мінекей осы сыртынан қарағаннан нормальный шығар достар осылай. А бірақ ішінде просто влажение көп достар. Сол үшін мен дейтін сыртын 4-ке бағалаймын, ал ішін 1 деген бағалап берем. Себебі іші анау айтқанда мықты емес, тек сырты ғана нормальный. Ал мынау енді мынаны мен дейтін достар 10-нан бұған да 5 деген баға берем. Себебі бұл жерде де сығылысу деген өте көп. Сосын сыртқы дизайн жағынан нормальный, бірақ жалпы мен мынандайларды қою ұмытып кеткен шығармын. Осындай соны қойсақ нормальный болады, басы ұзуат. Бірақ мен дейтін мынаған тағы 5 деген баға қоятын боламын. Ал енді мынаған достар мен дейтін 10 деген баға қоятын боламын. 10-нан 10 деген баға қоятын боламын. Себебі бұл өте керемет ғимарат достар. Осылай 3 этажды достар, осындай ғимарат достар. Так өте сыртынан көргенде, адам сырттан көргенде өте қатты тартып тұрады да, тартымдылық жағы зор. Сол үшін мен дейтін 10-нан 10 деген баға қоятын боламын. Сосын бұл дейтін үй емес, мұнара достар, башня достар бұл дейтін. Ал ендеше мен дейтін қоштасайын достар сіздермен. Жалпы сау болыңыздар, келесі кездескенше достар.